Қайырлы күн. Бүгін біз домбырада ойналатын жаттығуларды үйренетін боламыз. Ол бізге не үшін керек? Мынау саусақтарымыз бізді домбыраны жақсы жүру үшін, алдағы уақыттарда күйлерді, әндерді жақсы орындау үшін бұл жаттығу бізге керек. Сол үшін осы жаттығуды қайталау керек. Күніге домбыра тартардың алдында әніміз, күйімізді осы жаттығуды қайталап жүрсе, біздің жаңағы нәтижеміз одан әрі жылдамырақ болады. Ендеше бастайық. Бізде бірінші саусақпен астыңғы шекте екінші пернені ұстаймыз. Осы жерде төмен қағамыз. Төмен, және келесі екінші саусақпен үшінші пернені басамыз, жоғары тартамыз. Жоғары, және үшінші саусақпен төртінші пернені басамыз, төмен, және бесінші пернені басамыз, төртінші саусақпен бұл жоғары. Сонда бізде төрт қағыз. 1, 2, 3, 4. Міне, төрт саусағымызға төрт қағыз. 1, 2, 3, 4. Осыны енді жоғары қарай тартамыз. 4, 3, 2, 1. Осы екеуін қосамыз. 1, 2, 3, 4. 4, 3, 2, 1. Енді тура осы тұрған күйі үшінші пернеге түсеміз, бірінші саусақпен. Тура осы жерде жаңағы жаттығуымыз қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Енді келесі тағы да 4-ке түсеміз, бірінші саусақпен. Және бас бармақты қосамыз, үстіне 5-ті. Және жаңағы жаттығуымызды қайтадан қайталаймыз. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Келесі пернелерге тура осылай бір перне тастап түсіп шығамыз. 1, 2, 3, 4, 4, 3, 2, 1. Тағы да бір пернеден түсеміз. Тағы да осылай 19 перненің барлығын біз саусақтарымызбен таныстырып шығамыз. Сол кезде ары қарай бізге үйрену оңай болады. Осылай жай тартамыз, кейіннен жылдамдық қосамыз. Деп осылай жылдамдық жайлап қосамыз. Бірінші жай тартып үйреніп алуымыз керек. Осы жаттығуды көбірек қайталаңыздар. Қайық кетіп қала бересің.